саламатсыздар ма? Менің есімім Тұрғанбаева Кәусар Маратқызы. Мен 6-шы А сынып оқушысымын. Құрметті қазылар алқасы, менің ғылыми жобамның тақырыбы оқушы мұғалім алгоритм. Білім берудегі жаңа симбиоз. Менің ғылыми жобамның мақсат-міндеттері: бірінші, зерттеу тақырыбының өзектілігі. Оқушылар визуалды және интерактивті форматты жақсы қабылдайды. Дәстүрлі әдістер қызығушылықты төмендетуі мүмкін. Екінші, зерттеу тақырыбының міндеттері: жасанды интеллект мүмкіндіктерін зерттеу, әдеби шығармаларды жаңа форматта ұсыну, оқушы шығармашылығын дамыту. Үшінші, зерттеу тақырыбының мақсатына тоқтала кетсек, жасанды интеллектті қолдану арқылы әдеби шығармаларды оқытудың тиімділігін ұсыну. Бұл мәселе қазіргі білім беру жүйесінде ерекше өзектілікке ие. Зерттеу барысында оқушы, мұғалім және алгоритм арасындағы өзара байланыс қарастырылды. Бұл модельде оқушы, белсенді жасаушы, мұғалім, бағыт беруші, алгоритм көмекші құрал. Осылайша бұл дәстүрлі және цифрлық оқытудың үйлескен жаңа моделі болып табылады. Аталған мақсатқа жету үшін әдеби шығармаларды оқытуда заманауи әдістер қарастырылды. Атап айтқанда, визуалды комикс бұл шығармадағы мазмұнды қысқаша бір бетке сыйдыру. Екінші, кейіпкерлерді жандандыру. Сол шығармадағы кейіпкердің іс-әрекетін, сезімін білдіру. Және де кейіпкерлердің онлайн әлемі. Сол кейіпкердің атынан парақша ашу, онда видеоларын, фотоларын, іс-әрекеттерін салып тұрамыз. Бұл әдістер оқушының танымдық белсенділігін айтарлықтай арттырады, шығармашылық және сыни ойлау қабілетін дамытады. Сонымен қатар оқу процесі интерактивті форматқа көшеді. Зерттеу нәтижелері осы бағыттың тиімді екенін көрсетеді. Сабақ барысында оқушылар тек ақпаратты қабылдаушы емес, оны өңдеуші және жаңа форматта ұсынушы тұлғаға айналады. Осылайша оқушы енді тек тұтынушы емес, контент жасаушы тұлға. Бұл қазіргі білім берудегі маңызды өзгерістердің бірі. Сонымен қатар жүргізілген тәжірибе нәтижесінде оқушылардың пәнге қызығушылығының артқаны, материалды түсіну деңгейі жоғарылағаны және шығармашылық қабілеттерінің дамығаны байқалады. Қорытындылай келе, жасанды интеллект білім беру кеңістігін түбегейлі өзгертіп отыр. Ол мұғалімді алмастырмайды, керісінше толықтырады. Осылайша бұл жоба тек зерттеу жұмысы емес, білім берудің болашақ моделін сипаттайтын бастама деп есептеймін. Нәтижелер оның тиімділігін дәлелдейді. Бұл бағыт болашақта кеңінен қолдануға лайық. Менің ұсынысым технологияларының барлық сынып деңгейіне енгізу, интерактивті оқу платформасын дамыту. Дәстүрлі оқыту әдістерімен қатар цифрлық визуалды әдістерді үйлестіре қолдану. Назарларыңызға рахмет.